Баршаңызға сәлем. Бүгін тізесі шығып үлгермеген Marvel'дың Крейгін аңшы дейтін фильмімен таныс боламыз. Ал олай болса лайктарыңды баса беріңдер. Cowboys сайрайды. Сергей Кравинов дейтін кейіпкер болады. Ол інісі Дмитрий екеуі Нью-Йорк штатында Святой Михаил академиясында оқып жүргенде, оларды әкесі Николай машинаға салып алып кетеді. Жолда олардың шешесі өзіне қол жұмсап көз жұмғанын хабарлайды. Артынша табиғатпен етене байланыста болып аң аулаймыз деп, мыналар сөйлесіп отырған жаққа алып келеді. Яғни Африкадағы солтүстік Гана еліне қош келеміз. Ал мынау сөйлесіп отырған кейіпкер Калипсо деп аталады. Ол апасымен алтылы ойнағысы келіп отырады. Бірақ апасы ырбыңдама деп оған бұл карталардың құндылығын көрсетіп тағдырын шешіп береді. Карталардың айтуы бойынша алда бір қауіп орнайын деп тұр екен. Сол қауіптің бетін қайтару үшін Папа Легба дейтін символы бар. Ұрпақтан ұрпаққа қолданып келе жатқан сұйықтық беріледі. Бұл сұйықтық өлілер әлемі мен тірілерді кім байланыстырады делінеді. Былай айтқанда, менің қара қабылан дейтін видеомдағы сұйықтыққа қатты ұқсас екен. Сөйтіп Калипсо өскенде, бұл сұйықтық өз эксплуатациясын табады дейтіндей әңгіме айтылады. Сол уақытта Коля африкалық саваннада еліктерге аңшылық жасап, біреуін атып балаларына "Міне, біз адам болғандықтан жыртқыштығымыздан таймауымыз керек" дейтіндей тәрбиесін беріп тұрады. Мына жақта нәзік жүректі Дима шок болып тұрады. Түнге қарай Дима мен Сергей әкесінің жауыз екені жайлы әңгіме айтады. Ал сыртта оттың төңірегінде Диманың асыранды бала екені білініп отырады. Оған қоса жергілікті тұрғындардың аузындағы бәрін үрейде ұстап отырған арыстанды атып алғысы келетінін түсіндіреді. Өйткені аңызды өлтірсең, өзің аңызға айналасың дегендей ұстанымы тағы бар. Ертесіне аң аулау барысында Алексей Сицевич дейтін кейіпкер Николайды өзіне тартып серіктес болуға шақырады. Коля тұрады да: "Ей, мен балаларымды аңшылыққа үйретіп жүргенде сен кеп маған деп тілің жайнамаш" дейтін жауабын беріп жүре береді. Леха бір орында сіресіп қатады. Дима тезірек арыстанын атып аңызға айналып үйге қайтсақ екен, артынан жүргізіп қанды ішті ғой дейтін мазасыздануын айтады. Сергей аңыз ату үшін онымен мылтықсыз күресу керек деген ойын білдіреді. Сөйтіп тұрғанда аңыздың құлағы шуылдап өзі-ақ келіп тұрады. Сергей мылтығын таяп оны атайын деп оқтала бергенде, оның көздері "Атпай-ақ қой" деген сөзді көрсетеді. Сонда "Мә саған" деп мына жақтан әкесі атады. Жынданған арыстан Сергейді тістеп алып әрмен қарай алып кетеді. Дима бұтына жіберіп қаша жөнеледі. Сол уақытта Калипсо әке шешесімен сафарида жүреді. Бір кезде Калипсо арыстаны бар картаны байқап, уақыттың таяп қалғанын білгендей, Сергейді арыстан тістеп алып келген жерінен тап болады. Арыстан оған қарап, қанын Сергейдікімен гибридтендіріп, әлі емес дейді да кетіп қалады. Калипсо да қарап тұрмай, әжесі берген құтыдағы сұйықтықты Сергейдің аузына құяды. Осы сәтте Вудудың кереметтері "Мына балаға Марвелдың қаһарманы болатындай супер күш беріңдер" деген сияқты дыбыстарды байқаймыз. Калипсо көмек шақырады. Сергейді тікұшақпен алып кетеді. Сөйтіп Сергей ауруханаға жеткізіліп, реанимацияда оның өлгені хабарлана бергенде, "Ал мен өлген жоқпын" дегендей арыстандай жанып тұрған көздерімен оянып кетеді. Артынша палатаға жеткізіліп, "Қалай тірі қалдың, бұл мүмкін емес қой" дейтін медбикенің таңғалуын естіп жатқанда, Дима кіріп қалып ағасымен қош көріседі. Одан кейін әкесі кіріп келіп, "Арылмай тұр болды, кеттік" деп Сергейді алып кетеді. Уақыт өте келе бұлар Лондонның маңайынан табылады. Сергей шешесінің жазып қалдырған хатын оқиды. Енді біреудің хатын оқуға болмайды әрине, бірақ Казвойста ұят жоқ, үңіліп тұрып оқып тастайтын болсақ, хатта Николайдың жексұрын екені суреттеледі. Өйткені ол кезінде шешесін балалармен көрістірмей қойған екен. Шешесінің сақтануы сол Сергей әкесіне тартып кетпесе екен дегендей. Сөйтіп отырғанда Сергейді "Сергей" деп әкесі шақырады. Жолда оны Дима күтіп отырып, әкесінің дауысын келтіріп, "Ең қорқынышты жыртқыш ол біздің әкеміз" деп әкесіне пародия жасап отырады. Астыға түскенде Николай: "Сенің кесіріңнен Дима өліп қала жаздады. Тіпті мен болмағанда сен де өлетін едің. Менің бизнесім неге негізделгенін білесің. Сондықтан маған ана інің сияқты әлімтік-сәлімтіктер керек жоқ. Маған өзіме тартқан мықты адам керек. Дима Нью-Йоркқа барып оқиды. Сен менімен осы жерде қалып шашпауымды көтересің. Кейін менің орныма соны басқарасың" деген сөздерін Дмитрий естіп тұрады. Артынша атып алған олжалардың ішінен арыстанды байқай бергенде, Сергей "Атаңның басы" деп қашып кетеді деп бөлмесіне келіп, лашының "Қаш" деген белгісін байқады ма, білмеймін, әйтеуір түрсимайкісін жинап, Калипсоның берген құтысы мен картасын да қосып алып қаша жөнеледі. Бір қызығы, бұл жиналып жатқанда жарық бар еді. Үйден қашып шыққанда қараңғы болып кетті. Сонда әкесі оны қолдан жіберіп алып, кешке дейін тып-тыныш күтіп отырған ба? Не деген субординация десеңші. Мейлі, сөйтіп Сергей қашып келе жатып, шатырдан құлап кетеді де, мысық сияқты деп төрт аяқтап жерге жұмсақ қонады. Оған өзі таң қалып үлгерместен жолдан Диманы кездестіреді. Ол әкесінің қасында жалғыз қалғысы келмейтінін айтып, сонымен бірге тастамауын сұрайды. Сергей "Білмеймін, сценарийде солай жазылып тұр екен, кете берейін" деп құлағын шертіп жолын сызып жүре береді. Кейіннен кездейсоқ танкерге тап болып, Ресейге мұхит арқылы бет алады. Уақыт өте келе ол қиыр шығыстан тап болып, артына қараса Ресей даласына сай келмейтін африкалық буйволдардың миграциясын байқайды. Бұл енді авторлардың география сабағында көп
жаңғырғанын білдіреді. Содан буйволдар Арыстан патша дейтін мультфильмді көріп алған ба білмеймін. Әйтеуір Сергейді Муфаса іспетті таптап өтуге ыңғайсызданып, оны айналып өтуді жөн көреді. Осы жерінде Сергейдің бойында Арыстандай патшаның рухы сезілетіні байқалады. Енді оған ештеңеден қорықпай тау-тасты аралап, апталап, айлап жүре беруге де болады. Сөйтіп Сергей, Дима және шешесі үшеуі жас кезінде уақыт өткізген жылыжайды тауып келеді. Ұйықтап жатып, үрейге ерік берсең, бойыңды әлсіздік жаулайды. Оны жауларың сезсіз сені таптап тастайды. Сондықтан шешеңе тартпай маған тарт дейтін әкесінің сөздері оны түсінен шошып оятады. Біраздан соң Сергей найзаларын ұштап аң артынан қуып үйренеді. Сөйтіп жүргенде мылтықтың даусы естіледі. Сергей талдың үстіне шығып қараса, мынандай жерде біреулер буйволдардың мүйізі үшін бәрін қырып тастағанын байқайды. Ол дереу талдан секіріп түсіп, қайсың алай деп ауладан тап болады. Сонда біз ғой деп налар шыға келеді. Ашуға булыққан Сергей екеуін де өлтіріп тастайды. Осы сәтте қолы қанға боялған Сергей енді өзінің бойынан арыстанның озбырлығын оята бастайды. Арадан біраз жылдар өтіп қазіргі таңға ораламыз. Сергей тапсырыс бойынша кісі өлтіру дейтін оқуды бітіріп, дипломмен түрмеге дейтін тапсырмасын алып, Ресейдің бір абақтысынан табылады. Ол жақта Сергей бір зэктің орнын басып, мойындағы татуына дейін келтіріп түр жасап жүреді. Әрі қарай камерасына жайғасып, түрменің романтикасына еніп, сол жердің пақанын тауып келеді. Бұның көздегені де осы Семен Черный болатын. Оның бүкіл әлемге қару-жарақты заңсыз тарататын оңбаған екені, және көптеген адамдардың, оның ішінде балалардың өлімі дейтін күнәларды бойына сіңіріп жүретін көтек екені айтылады. Соңында Сергей сөзін майдаламай, қасындағы құйыршықтарын екі орап алып, жерде тұрған жолбарыстың сойдақтысын жұлып алып, Черныйды жазалайды. Артынша шатырлардың үстімен қабырғаларды жағалап түрмеден қашып кетеді де бұрқасын қағымдан көзден ғайып болады. Бұл жерден ырылдап тұрған қасқырларды көріп қалады. Сонда Сергей көзінен чатам дейтін арыстандай айбатты фарын жаққанда, қасқыр тұрады да ну погоди дейді де құри жөнеледі. Сергей де күтіп тұрған ұшағына отырып құри жөнеледі. Біраздан соң Сергей өзінің жылыжайына келіп, балық аулап отырып, жіберіп алған кіріс қоңырауларды байқап, соны қосып отырады. Хабарламадан әкесінің даусын пародиялап тұрған Дмитрийдің әңгімесін естиді. Ол бұны сағынғанын білдіріп, жақында өтетін туылған күніне шақырады. Қарап отырсақ, Сергей территориясын қоршап, мына жайылымның бәрі менікі дейтіндей ыңғайлы жайғасып алғанын, және жылыжайдың ішін қалыпқа келтіріп комфорт орнатып алғанын байқаймыз. Бірақ қоршауды бұзып кіріп, жайылып жүрген буйволдарды мүйізі үшін қыратын браконьерлерге әлі де дауа жоқ екені Сергейдің қанын ішеді. Ол бұларға біреудің қоршауына рұқсатсыз кірудің зардабын көрсететінін айтып алады да, соны орындауға көшеді. Сөйтіп арттағыларын пышақтап, кабинадағы жүргізушіні бауыздап, қасындағысының мұрнын тістеп алып, басшыларына түкіреді. Ол қашып үлгереді. Алайда Сергей қырағылығын қосып, көліктің нөмірін көріп үлгереді. Кейіннен әлгі браконьер Лондоннан табылып, бастығына тапқанын әкеп тұрады. Сөйтсе, креслода арбалет ұстап Сергей отырады. Мына байғұс Тегланд дейтін бастығын іздейді. Ол браконьерлердің есімін мұнда жазып, оларға адамдарды сату, қару-жарақ тарату, есірткі және басқа да лас істермен айналысуға тапсырма береді екен. Сергей солардың барлығын өлтіріп, есімдерін сызып отырады. Алайда мына көтектің есімі әлі сызылмағанын байқап, есімін сызып тастайды да Тегландтың қасына қағып қояды. Мына жақта Калипсо өсіп, заңгер болып жүргенін байқаймыз. Ол өзінің жан құрбысы, әрі Лондонның әділет сүйгіш прокуроры қаза болған жаңалықтан естіп тұрады. Ертесіне оны жерлеу процесі тура кинодағыдай қара қол шатырмен жаңбырлау орайында өтеді. Калипсо Самантаның әділет үшін күресіп, Семен Черныйдың қолынан өлгенін білдіреді. Солай ол заң жүйесінің шіріп кеткенін айтып қалады. Оны мына жақта Сергей тыңдап тұрады. Бәрі біткен соң Калипсоның қасына келіп, сен білесің ба, школ кезінде мына картаны беріп кетіп едің ғой деп Калипсоны тірі қалғанымен таңғалдырады да, Семеннің жазасын бергенін сүйіншілейді. Калипсо үйіне келіп, ғаламтордан керемет дейтін шишкалардың бірінен соң бірі қырылып жатқанын көріп, не дегенмен мына өмірде әділеттілік бар екен ғой деп Калипсоның жаны кіріп отырады. Бұның барлығын бәрімізге өрмекші адам фильмінен таныс Daily Bugle баспасынан көріп қалады. Соңында бұл аңшы кім өзі дейтін жұмбақ сұраққа тап болады. Кейіннен екеуі сөйлесіп отырғанда Сергейдің тегі Кравинов болғандықтан Крейвен аңшы дейтін лақапатпен жамылып жүретінін әңгімелейді. Ағылшын тілінен Крейв құмар деп аударылады екен. Иә, аңшылық жасап әділеттілік орнатуға құмар екені көрініп тұр деп қоямыз. Калипсо оның әкесі кім екенін біліп, сен де әкең сияқты гангстер шығарсың деп сұрайды. Сергей, жоға, мен сол сияқты жексұрындардың популяциясының көбеймеуін қадағалаймын деп өзін орманның санитарына теңейді. Артынша Калипсоның керемет заңгер екенін және оның клиенттері жайлы айтып, мына тізімде менің қол жетпей жүрген адамдарым бар. Соларды менімен кездестірші дейтін серіктестік ұсынысын сұрайды. Өйткені Калипсо да қанша жерден заңгер болса да, кейбір жексұрындарға тиісті жазасын беруге заң кедергі жасайды дейтіндей, шөлінің қанбай жүргені бұның да көзінен байқалады дегендей. Онымен қоса Калипсо, ол адамдарға қол жеткізу сенің жақындарыңды қауіп-қатерге душар етеді деп ескертіп кетеді. Ол кім екен деп отырғанымызда, бізді әлгі Николайдың қасында жүріп аузын құмға толтырған Алексей Сицеевичке Семен Черныйдың өлгені жайлы хабар келеді. Және оны өлтірген белгісіз бір аңшы екені хабарланады. Ал Алексей Семеннің бандалары басшысыз қалғанын біліп, 3 контораның қараушысын шақыруды бұйырады. Уақыт өте келе қараушылар Лехамен кездесуге келеді. Леха, сендер басшысыз қалдыңдар. Енді соған тиесілі территория мен қара нарықтарды мен басқаратын боламын. Қайсысың маған қосыласың деп өзіне серіктес іздейді. Сонда біреуі оның мүйіз тұмсық дейтін лақабатына күледі. Бір кезде Леха
ағзасын қалыпта ұстайтын сұйықтығын ажыратып, енді ұқсадың ба деп денесінің терісі қатайып жатқанын көрсетеді. Сонда біреу тұрып Леханы атып тастайды. Леха орнынан тұрып өзінің көздегіштерін іске қосып үшеуін өлтіреді. Ал енді кім маған серіктес болады дей бергенде, мынау екіншісін атып тастап, мен серіктес боламын деп Алексейдің командасына қосылады. Сөйтіп ол Дмитрий Тонни Беннет дейтін әншінің даусын келтіріп, Николайды тамсандырып отырған жерінен тап болады. Николай байқұс Черный өлді. Енді менің қол астыма кіріңдер. Бәрімен қамтамасыз етемін. Дей бергенде мынау бірден келіседі. Сонда Коля бұның біреуге сатылғанын біліп қоя бергенде, мүйіз тұмсықтың сәлемдемесі де келіп жетіп, клубтың ішін жайратып салады. Қорыққан Дмитрий рояльдың астына тығылып қалады. Атыс басылған соң жарадар Коля жарасын арақпен жуып тұрады да, Димаға тіреліп алып, өзіміздің жерде өзімізге шабуыл жасап жатыр. Ал менің балам мені қорғамақ түгіл, тіпті өзін қорғай алмайды деп беттен алып төстен шабады. Біраздан соң Коляны ұстау операциясы мынандаймен аяқталғаны Алексейдің құлағына жетеді. Артынша мына флешка есіктің аузына қойылып кеткені айтылады. Флешканы ашып қараса, Сергейдің түрмеден қашып бара жатқан сценасын көріп, оның Крейвен аңшы екенін біліп алып, сақтану шараларын дайындай бастайды. Солайша Форинер дейтін қояншық кейіпкермен таныс боламыз. Оның көзіне қараған адам гипнозға беріліп, думкаға кіріп кетеді. Сол уақытта Форинер оның тұрсүйін шешіп, ел алдында ұятқа қалдыра алады деген сияқты, біздің жағдайда қаруын тартып алып өзіне қолдана алады дегендей. Мына жақта Крейвен Диманы құттықтау мақсатымен ғимаратпен өрмелеп, хаппи бөздейлетіп, душтан шыққан Диманы шошытып тұрып туылған күнімен құттықтайды. Дима оны атамақшы болып, Сергейді шырттай қылып өзінің клубына алып келеді. Бұл жақта Сергей иісшілдігін қоздырып, шығып бара жатқан жұпты ажыратып жібереді. Қалай десеңдер, Сергей әтірдің иісін сезіп, қызға комплимент айтады. Сөйтсе қыз әтір сеппейді екен. Демек жігіт басқа қызбен жүрген болып шығады дегендей. Ары қарай Дима өзінің су жүрек екеніне көңіл толмай жүргенін айтады. Сонда Сергей оны жуатып, біреуге ұнауға тырыспа, жүрегіңді ғана тыңда дегендей әңгіме айтады. Дима әкесінің даусын келтіріп мазақтап отырғанда, өзі де кіріп қалып Диманы құттықтайды да Сергейдің суық сәлемін алып, арақтарын құйып, сол үшін алып қоюмен болады. Түнге қарай Дима мас болып қалып, мына кезде оны айуан әкесімен бірге тастап кеткенін айтып, ырбиып ренжумен болады. Оған кінәлі сезінген Сергей түнімен шешесінің даусын елестетіп ұйықтай алмай шығады. Сондықтан үйден шығып аулаға барып, табиғат аясында ұйықтауды жөн көреді. Азанда адам екені есіне түсіп, ырғалып-жырғалып лифтпен шығам дегенше, пәтерден Диманың жоқ екенін байқайды. Терезеден қараса, жаман көкелер оны машинаға салып әкетіп бара жатады. Сергей тапжылмай олардың артынан төрт аяқтап қуады да, көшенің бір жеріне келгенде көлікті соғып тоқтатады. Артынша үстіне мініп алып, брондалған кузовты талқандауға кіріседі. Бірақ соңғы сәтте басқа көлікке соғысып, жолдан түсіп қалады. Әрі қарай Диманы тікұшаққа отырғызып алып кетеді. Сергей соңында да берілмей, жүк бекітетін аумен оны тоқтатпақшы болады. Шыны керек, бұл планда Цезарь өзінің достарымен мықтырақ өнер көрсеткен болатын. Сонда да Крейвен берілместен әйтеуір біреуіне қадап өлтіріп үлгереді. Әрі қарай ауға жабысып, берілмеуін жалғастырады. Алайда су менің тіршілік ортам емес екен ғой деп өз аялдамасынан түсіп қалуды жөн көреді. Кейіннен үсті су болып Калипсоның ғимаратына келіп, көрінгеннен сүлгі сұрап жүреді. Калипсо оны қарсы алып, конференц залға тығып сұраққа алады. Ол мән-жайды айтып беріп, тұтқындаушы көтектердің бет-әлпетін, жүріс-тұрысын сипаттап, солар тургау дейтін болжамын айтып, далаға жатып нем бар еді деп қайтадан өзін кінәлай бастайды. Калипсо барлығы чики-пуки болатынын айтып, ол атаңанәлеттерді ұстаймыз дегенге келдіреді. Сөйтіп Калипсо таныстарына қоңырау шалып, Сергейдің сипаттауын айтып, іздеу жұмыстарын бастайды. Сергей әкесіне келіп, кім олар дейтін сұрағын қояды. Николай саусағын көрсетеді. Шынымен қорқыту мақсатымен жіберілген Диманың кесілген саусағын көрсетіп, соның құнын айтады. Ол 20 миллионмен теңеседі екен. Сергей сол ақшаны берді, Диманы қайтар дегенге келтіреді. Николай мәселе ақшада емес, мәселе принципті екенін айтады. Өйткені ақша беру ол әлсіздердің ісі. Әлсіздік танысаң, бұл әлемде сені ешкім альфа ретінде санамайды дегендей. Осы сәтте Сергей оның есірткімен сауда-саттық жасайтын бетіне басады. Ал ол болса кезінде Дмитрийді жалғыз қалдырып кеткенін бетіне басады. Бетке басулар біткен соң, мына жақта саусақсыз жатқан Дмитрийдің халін сұрап келеміз. Оған уақытысынан бұрын өліп қалмасын деп антибиотик беріліп жатады. Бұның есімі Өмер Оздемир екен. Қайдан біліп қойдың дейтін болсаңдар, Калипсо іздеу нәтижесі бойынша оның Анкараның төңірегінде орналасқан Адриатта отырғанын анықтап алады. Артынша бұл өсек тасушы Форинерге мән-жайды айтып, ақшасын сұрап тұрады. Сөйтсек, бұның барлығы Крейвен аңшыға қақпан құру мақсатында жасалған Алексейдің арам ойы болып шығады. Ал мына аңқаулар, әсіресе Калипсо, соған алданып, Сергейге баратын жерін хабарлайды. Сергей ұшағын дайындап аталмыш Адриаттан табылады. Ол қараңғыдан көздерін жағып шығып ішке еніп, дротиктері мен күзеттерді ұйықтатып, арасында екеуінің артымен тыныш жүріп, біреуін күш көрсетіп ұйықтатқанда оның даусы бәріне естіліп қалады. Артынша барлығы соны ұстауға тырысады, бірақ әурешілікпен аяқталады. Соңында Өмерді ұстай бергенде, мына жақта Крейвенді гранат атқышпен өлтірмекші болады. Бірақ Крейвен ертерек секіріп, үйтіп жерге жұмсақ қонып, Өмерден қыспақ сұрақ арқылы бұны мүйіз тұмсық жібергенін біліп алады. Форинер дротиктарды суырып, қалған күзеттерді ұйықтатумен айналысады. Сол уақытта Алексей мырза Диманы азғырып, мына біреу тұтқын орнаған жағдайда Сергейді қашып кеткендей қылып, оны інісіне қайбаттап шағыстырады. Ол аз десеңдер әкесінің жексұрын екенін айтып, біле білсең ол сен үшін бықсып терлемейді. Өйткені сен асыранды баласың деп Димаға
ауыр сөздер айтады. Соңында Сергейдің Крейвен аңшы лақабатымен тізімде тұрған адамдарды өлтіріп жүретіні түсіндіріледі. Солай Алексей оның алдын алып, Крейвеннің өзін бірінші өлтірмекші болған екен. Ойбай, Крейвен өлді ме сонда деп отырғанымызда, ол атып шығып мына екі көтекті өлтіріп тастайды. Артынша Калипсоға хабарласып, мүйіз тұмсық бұларды кім екенін біліп қойғанымен дабыл қағады. Енді Калипсоға абай болу керек. Сондықтан ол мына біреу айуандардың көзіне түсіп қалмай, табан жалтыратқаны дұрыс болар. Мына жақта Леха қалай мүйіз тұмсық болғанын айтып жатады. Тыңдап көрейікші. Оның айтуынша, ол Нью-Йорктан Майлз Уоррен дейтін биохимикті тауып алып, күшін 10 есе арттыратын әдісті өзіне қолдандырған. Ал оған дейін ешкім бұны менсінбеген дегендей. Соның салдарынан Алексей осылай мүйіз тұмсыққа айналған екен. Алайда ауру шыдатпайтындықтан рюкзактан ағып тұрған кетанол осыдан екен ғой деп қоямыз. Алексей Диманы әбден азғырып, өзінің прайдына қосып әлек болады. Сонда Дима өзін өмір бойы ешкім бағаламағанын сезінсе де, отбасын сатпайтынын айтып қарсыласады. Алексей оны атайын деп тұрғанда, бүкіл жасақтың қырылғаны хабарланады. Демек, Крейвен тірі дейтін болжам айтылады. Сөйтіп тұрғанда лифтпен Форинер кіріп келіп, бәрін гипноздап Алексейдің қасына жайғасады. Алексей, қызық екен, сенің көзіңді ойып алсам, осындай фокустар істей алар ма едің деп таңғалады. Сергей, Калипсо екеуі Ресейге ұшып келеді. Жолдан Сергей бір нәрсені сезгендей тұрып қалады. Сөйтсе, іздерін санап келе жатқан барыс болып шығады. Крейвен онымен алыса кетіп, "Ай, өзіміз ғой" дегендей жөніне қуып жібереді де, "Бұны марғау кезінен танимын ғой, өсіп кетіпті патсан" деп сапарларын жалғастырады. Мына жақта Форинер Крейвенге өкпесі қара қазандай болып, кезінде соның қолынан қаза тапқан ұстазын еске түсіріп, Daily Bugle-ын көрсетіп отырады. Солай Форинер Крейвеннен кек алуды мақсат қылған екен. Оны өмір бойы іздеп таппай келе жатқаны айтылады. Оған қоса оның әлсіз жері жоқ делінеді. Ал бірақ сен оны таптың. Ең жақсы болды ғой, інісін пайдаланып оның жарасын шұқылаймыз дегенге келтіреді. Біле білсек, Сергей отрядты дротиктерді қолданып, күзеттерді залалсыздандырған еді. Кейіннен Форинер сол инеден бұл у қандай өсімдіктен алынғанын анықтап алады. Сол өсімдік мынау екен. Бұл тек Сібірдің шығыс жағында өседі. Ал ол жерде бізде кімдер отыр? Дұрыс айтасыңдар. Содан Калипсо бәрін шұқылап Сергейдің ойыншықтарымен таныс болады. Арасында әлгі тікен түк дейтін улы өсімдікті байқайды. Оған қоса Калипсоның садағаты өнері айтылады. Сергей мына біреу құтыдағы сұйықтықтың құрамын білгісі келіп, "Тағы бар ма? Берші" деп тұрады. Калипсо оның табиғаты белгісіз бір ғанибет нәрсе екенін, және оны көріп кел әжесінен басқа ешкім жасай алмағанын айтып қалады. Алексей мен Форинер бері қарай жол тартып келе жатады. Форинер Крейвенге қарсы бірінші сандырақ шақыратын, артынша жүйке жүйесін салдандырып, сосын барып өлтіретін қаруын көрсетіп отырады. Сөйтіп Алексей Дима арқылы Сергейге қоңырау шалып, "Сен де әкеңді жек көресің, мен де әкемді жек көремін. Екеумізде ортақ нәрсе бар екен. Онда неге екеуміз бірігіп жұмыс жасамасқа? Егер келіспесең, екеуіңді өлтіріп өртеп жіберемін" дей бергенде, ол телефонды қоя салады. Демек, Сергей өліп өртенуді қалаған болып шықты. Оны енді қазір көре жатармыз. Уақыт өте келе Алексейдің жасағы орманды тарап Сергейді іздей бастайды. Сергей қаруланып, оларды тосып алуға дайындала бастайды. Бір кезде тұтқиылдан барыс шыға келіп, біразын жайратып салып, орманға қашып жоқ болады. Ол сәтті пайдасын асырған Дима да босанып кетеді. Алексейдің жасақтары ақырындап құрылған қақпанмен тұзақтарға түсе бастайды. Біреуін тікенекті бөренемен қарағайға жабыстыру болса, ең жындысы әйтеуір қақпанға түскен екі аяқты сүйреп барып, бұтының ортасынан бөліп тастайтын екен. Мынауың не дейді? Бәрінің қылып жатқанын түсінген Алексей тік ұшақпен әлгі улы қаруды іске қосуға көшеді. Крейвен олардан қашып жүріп, Форинердің дротигін тосады. Оны алыстан Калипсо байқап қалады. Бір кезде Крейвен сандырақтап көзіне өрмекшілер елестей бастайды. Сөйтіп қасына Форинер келіп, оны жынды қылып, кеудесіне тағы екі дротик сыйлайды. Артынша удың әсері жайлы лекция оқып, оны одан бетер жынды қылып тепкілеп тастайды. Соңында Крейвен қозғала алмай жатады. Форинер оны атайын деп тұрғанда, Калипсо көзден садақпен пытсы еткізіп атып түсіреді. Форинер ауаға атып үлгереді. Ал мына ақмақтар оны Крейвенді атып өлтірді екен деп ойлап қалады да, жолдан Диманы алып Алексейге Крейвеннің өлгені жайлы хабарлайды. Калипсо қалтасынан тағы бір құтысын шығарып, "Аңыздар өлмейді, ырбимай тұр орныңнан" деп дефибрилляторлық әдіспен оятып алады. Алексей болды, бәрі бітті деп Диманы көлігіне отырғызып кортежімен келе жатқанда, арттан бір үйір буйвол шаңдатып шауып келе жатқаны байқалады. Одан үрейленген Алексей кетанолын суырып алып мүйіз тұмсыққа айнала бастайды. Дима белдігін тағып дайын отырады. Бір кезде буйволдар кортеждің бытшын шығарып, көліктердің барлығын аударып, аударылмай қалғандарына дейін түгендеп, олардың барлығын аударып өтеді. Арадан Крейвенде пайда болып қарсыласын іздей бастайды. Мүйіз тұмсық "Мен мыңдамын" деп атып шығып екеуі жекпе-жекке түседі. Крейвен мүйіз тұмсықты бір теуіп ұшырып жібереді. Мүйіз тұмсық аңырап алып көлікті прокипқа қадайды. Арадан Дима отырған көлік аударылады. Соның салдарынан ішінде отырған бір құйыршық ұшып шығып, буйволдың мүйізіне қадалып өледі. Әрі қарай жекпе-жек жалғасын табады. Крейвен мүйіз тұмсыққа пышақ қадайды. Алайда оның денесі қатты болғандықтан, оны жарақаттау мүмкін емес. Содан мүйіз тұмсық күшейіп алып, Крейвенді көлік бөлігімен сүзіп, оны алқымнан алады. Сонда Крейвен оның кетанол тесігін байқап, қолындағысын сол жеріне тығады. Мүйіз тұмсық ауыр жараланады. Әрі қарай Крейвен буксирге қолданатын сымарқанмен оның денесін орап, буйволдардың мүйізіне артып сүйретіп, Муфасалық тәсілмен үйірге таптатады. Бәрі басылған соң Крейвен қасына барып, мына біреу флешканы оған кім бергенін сұрайды. Сонда мүйіз тұмсық "Қанша жерден аңшы болсаң да, тұмсығыңның түбінде жүрген нәрсені байқамапсың" деп оның әкесі Николайды меңзегендей болады. Дима оған
тапанша тіреп атпақшы болады. Сергей оны тоқтатып, қоя ғой, өзі-ақ өледі дейді. Сөйтіп өзі-ақ өлгенін күтеміз. Өлді ма? Өлді. Әрі қарай Ресейдің солтүстік аймағына қыдырып барамыз. Бұл жақта палаткада Николай ұйықтап жатады. Сыртта оны Сергей күтіп отырады. Сергей оған флешка туралы айтады. Сөйтсе Николай мүйіз тұмсыққа әлі келмейтін болған соң, одан құтылудың радикалды жолын ойлаған екен. Сергейге айтса, ол әкесін өлсе де тыңдамапты. Сол себепті Коля флешкадағы Крейвенді көрсету арқылы мүйіз тұмсықпен оны шағыстырып, Крейвен жеңіске жететініне сенген екен. Негізі конкурентті алу ойы жаман емес, бірақ арада асыранды баласы Дима зардап шекті ғой дегендей, Крейвен әкесін кешіруден бас тартады. Николай не дегенмен жауыз болса да, Крейвеннің әкесі болғандықтан, оны өз қолымен өлтірмей, түбінде деп жатқан аюға жегізіп, өз жолымен кетіп қалады. Бір жылдан соң әдеттегідей Сергей Диманы туылған күнімен құттықтап келеді. Дима негізі әкесінің активтерін сатып, бизнестен шығып, Дима покинул чат болу керек еді. Сөйтсе Димаң өзінше болып нәпсіге беріліп, әкесінің жолын қуалап кеткені байқалады. Оны түсінген Сергей, "Ай, бүкіл әурешілігім сені әкеңдей болмаса екен деп жасалды ғой. Не істеп жүрсің?" деп қарсылығын білдіреді. Сонда Дмитрий оны кінәлап, "Керісінше мені сен осындай жағдайға жеткіздің. Сен әкеміздің ар жақ бер жақсың. Өзінше болмай-ақ қой. Әкеміз орманда жүргенде жайдан жай оны аю жеп қойды дейсің бе? Маған сказка айтпай-ақ қойшы" дейтін өзіңе қарап алшы әңгімесін айтып орнынан тұрып кетеді. Оны Сергей артынан қуып барғанда, әлгі Алексейдің Нью-Йоркта жолыққан Майлз Уоррен дейтін профессорға денесін құбылғы дейтін лақап атқа сай келетіндей етіп жасатып алғаны анықталады. Енді бұл елдің даусымен қоса түрлерін де келтіріп пародия жасай алады. Оған қоса мүйіз тұмсығы өлді, әкеміз де өлді, империя қаңырап қалмау керек қой. Енді сол империяны мен басқарамын деп көкірегін кере бастайды. Сергей, "Мен құр қарап отырмайтынымды білесің, мүмкін ойланып көресің" дейді. Сонда Дмитрий, "Одан да үйге бара ғой" деп құлағын шертіп кетіп қалады. Кейіннен Сергей үйге бара қояды. Мұнда ол Николайдың хатын оқып дейтін мағынаға көз жеткізеді де, сандықта қалдырған жүн жағасын киіп, қара адам сияқты өзіне тиісті креслосын тауып, Крейвен аңшы дейтін канон үлгісіне келе бастайды.